сақ болыңдар. Әсіресе мына суреттерден, жалған сөздерден біреуге бізді өзінің елі деп санап жатыр екен деп сондай шықты бір еврейлер бізге біздің жерімізде. Олардың жерлері емес. Олардың ұрпақтары бұрын біз сияқты көшпенділер болған. Ибрахимнің балалары, Жақыптың балалары, олар көшпенділер болған, толық. Сонда Тауратты оқысаңдар, ол жерде ақша деген бір сөз жоқ. Сонда олар Мысырдан қашқанда, еврейлер, мысырларды тонап, олар сонда олардан бүйім сұраған екен көшелерден. Алтын ыдыс, күміс ыдыс, сөйтіп соны қашқан екен. Ақша жоқ. Сонда ақша жоқ сөзде. Сұраған ақшаларын. Ал қазіргі еврейлер, ол сол бір Жақыптың әйелдері болды ғой. Содан туған рудан Нефалим, Заулон, Дан ол неден ол, оның ұлынан туған. Данның тұқымдары, иә. Солар саудагер болып кетті қазір. Саудагер, банкерлер, олар қазір жерде билеп жүр. Оларды ол жақта, ол уақыттағы еврей деп айтуға, олардың үйірі болған жоқ. Ехудилер болды олар, көшпенділер. Біз сияқты. А қазіргі еврейлер, ол басқа ұлт, басқа өзінің құрамы бар үлкен. Біздің елімізге дамыған бизнесмендер. Қазір үлкен көзқарасы биік, әсіресе Американың. Оның дәлелі қазір Илон Маск 2000 ауылдағы мектептерге интернет салуға ақша бөлді. Қазақ мектептеріне? Только қазақ мектебіне. Қасымызда өзбектер бар, қасымызда монғолдар бар, қасымызда қырғыздар бар, үлкен олар, бірақ бәрі қазақтарға көзқарас жасайды. Неге? Ол бәрі де біледі. Біздің жерімізде жаңа цивилизация пайда болды. Ол цивилизацияның әсері өте биік. Өте жақсы әсері, ашық, бәр мақсаты биік ол цивилизацияның. Ол цивилизация қазір дамып бара жатыр, и олар біледі, кім осы цивилизацияға көмектессе, ақша салса, бизнес ашылады, жол ашылады.